Гигиена денсаулықты сақтау, аурулардың алдын алу. Адам ағзасын айналып қоршаған сыртқы орта факторлары мен әлеуметтік жағдайларының тигізетін әсерін зерттейтін медициналық ғылым. Медицина ғылымдарының өте көрнекті салаларының бірі. Дене тазалығы дегеніміз алдымен тері күтімі. Терінің дұрыс күтімі ағзаның қалыпты қызмет атқаруына әсер етеді. Қол гигиенасын сақтаңыз. Тұмау – бұл жоғарғы тыныс жолдарының әсер ететін инфекциялық ауру. Ауа тамшы жолымен таралады. Тұмау вирустың әртүрлі серотиптерінен туындаған. Тұмаумен ауыратын жас балалар жалпы инфекциялық белгілері тез артады. Әлсіздік, тамақтан бас тарту, жүрек айну, құсу, жалпы әлсіздік, ұйқының бұзылуы. Тұмау вирусы өте оңай таралады. Адамдар көп жиналатын жерлерден аулақ болыңыз. Ауыз бен мұрынға қол тигізбеуге тырысыңыз. Вирустар мен бактериялар тыныс алу жолдарына түседі. Шырышты қабаққа түсіп, зиянды заттар бөліп шығарады. Сосын ол қан арқылы барлық ағзаға таралады. Иммундық жүйесі әлсіреген адамдар жиі ауырады. Тұмаудың алдын алу, вирусқа қарсы дәрілер, жеке және қоғамдық гигиенаны сақтау қажет. Тұмаудың белгілері: дене қызуының көтерілуі 37-39 градус, бас ауруы, бұлшықеттер мен буындардың ауруы, қалтырау, шаршау, жөтел, мұрыннан су ағу немесе мұрынның бітелуі, тамақ ауырып және қышу. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.